көзіңе қарап, біздікілер бүйтіп қарап қалсаң, зыр секіріп кетеді ғой. Аналарың бүйтіп жатыр. Соның ішінде әппақ одеял, әппақ простинаның үстінде бір әппақ мысық жатыр ғой. Көргеннен қорықтым ғой сол мысықты. Өйткені ана астындағы бар ғой, ана төсегі менің үйдегі төсегімден артық бар ғой. Қызым тұрды да, осы мысықты аламын деді. Кішкентай бір котенок такой. Все, будем брать, покупать деді. Бір қойдың бағасымен бірдей өзі. Сосын ана Светлана тұрып айтты, подождите деді. А что случилось? Вы должны покупать домик деді. Айттым, домик бар енді, біз қайда тұрамыз, сонда тұрады ғой енді. Мысық деген сонда емес пе? Нет, это шотландская порода. Домик должно быть. Хорошо дедім. Өзі домик, бір попугайдың үйі сияқты, бойы ұзындау екен, биік. Хорошо деді. Подождите деді. Не болып қалды? Тасы бар екен, бір тырнағын тырнайтын. Камень должны покупать. Хорошо деді. Подождите. Не болып тағы деді. Бір ойыншығы бар екен, соны алыңдар. Хорошо деді. Подожди, тұра түшті мен. Құрсын мысық емес, бір келін алып атырғандай болдық қой. Дүние